Сіздер ма, құрметті 6 сынып оқушылары, өзіңіз тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы мен және қоршаған әлем деп аталады. Сабақтың мақсаты оқушыларға қоршаған ортаға үндестік ұғымдарын түсіндіру арқылы қиянат жасамау құндылығының мәнін ашу. Қасиеттері оқушыларға өзімен, өзгемен, қоршаған әлеммен және табиғатпен үйлесімділік, жауапкершілік қасиеттерін дамыту. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі қазақтың ақын жазушысы Қадыр Мырзалидың «Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оңайлықтарға тілі жоқ» деген сөзімен жалғастырамыз. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Сабақты терең түсіну үшін жер ана туралы аңызды әңгімелеп берейін. Жер ана туралы аңыз. Ертеде жер кіршіксіз таза болыпты. Ол шексіз мейірімді әрі жайдары болатын. Ол барлық жер бетіндегі тіршілік иелеріне, жануарларға, құстарға, жәндіктерге пана болды. Оларға азық берді. Ал олар жердің көркемдігі мен тазалығын сақтап, оған бар сүйіспеншіліктерін арнап, жанашырлықпен қарады. Күндердің бір күнінде табиғат адам пайда болды. Ол құдіретті, зор, әрі сымбатты болды. Ол күлгенде онымен бірге күнде күлетін, ол қамыққанда онымен бірге айда қайғыратын. Ол ән айтқанда онымен бірге аспан мен жер қосылып ән шырқайтын. Жер ана мен табиғат адам бір-бірінен жарастық тауып, олардан адам ұрпақ өмірге келеді. Әрбір ұрпақ адам оларға өмір сыйлаған ұлы сүйіспеншілікпен бірге өмір сүрді. Жер ана олар үшін өмір сүрудің, байлықтың қайнар көзіне айналды. Адамдар жер ананың кім екенін ұқты. Олар өздерінің қажеттіліктері үшін жерді жыртты, егін екті, одан пайда тапты. Тамақ іздеп олар жердің мәпелеп өсірген өсімдіктері мен жануарларын баптап күтті. Адамзат жерге қайырымды болып, нағыз сүйіспеншілігін көрсетті. Табиғат адамға деген шынайы сенімін қайтарды. Жер ана мен табиғат адамның адамзатқа сүйіспеншілігі артты. Адам мен жаратылыс арасындағы көзге көрінетін көрінбейтін тығыз байланысты бұзбаған. Әңгіме бойынша сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не себептен жер ана деп аталған? Жер ана мен табиғат адам арасындағы байланыс жайында не айтасыздар? Қоршаған әлем табиғатқа риясыз қызмет ету үшін адам бойында қандай қасиеттер болу керек? Бүгінгі тақырыбымызды бекіту мақсатында шығармашылық тапсырманы орындауға шақырамын. Жер ана атынан монолог жазыңыздар. Оқулықтағы 91-ші беттегі 4-ші тапсырмада берілген жағдаятқа ой қосқандар. Берілген сөздерді қолданып, өлең шумағын құрастырыңыздар. Қымбатты оқушылар, жобаны орындаңыздар. Менің отбасым табиғат қорғаушысы атты отбасылық байқау өткізіңіздер. Фотоколлаж, бейнеролик, музыкалық бейнебаян. Жер ана, табиғат ана, туған жер ұғымдарын бір-бірінен ажырата алмаймыз. Қоршаған әлем мен адам. Бүгінгі мен және қоршаған әлем деп аталатын сабағымыздың жақсы дүниелерді алды деген ойдамын. Сабақтан алған жақсы қасиеттерді жүрегімізге сақтап алайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.